Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қос теңсіздіктер. Сабағымыздың мақсаты қос теңсіздіктердің шешімдер жиынын. Нөмірі 2 мысал: қос теңсіздікті жеке екі теңсіздікке ауыстыр. Біріншісін қарастырайық. Мысалға, екі теңсіздікке ауыстыратын болсақ, x белгісізі 10-нан артық және 30-дан кіші. Яғни бірінші теңсіздік 10-нан артық. Яғни x артық 10-нан. Немесе былай жазсақ болады. Екінші теңсіздік x кіші 30-дан. Дәптеріңе осындай сан сәулесін сыз және көрсетілген сан аралықтарын белгілі. Теңсіздіктердің шешімдер сәуледе қиғаш сызықтармен көрсет. Бірлік кесінді үшін екі төркіс белгіле. Енді осы екі теңсіздіктің мәнін сан сәулесінде белгілейік. Біріншісі 10 кіші x-тен. 10-нан артық. Яғни 10-нан артық барлық сандардың барлығы осы x-тің мәні бола алады. Осы сан сәулесінде көрсетілген барлық сандар. 10-нан артық сандар. Бұл бізде x 10-нан артық болып тұр. Енді x бізде белгісі 30-дан кіші. Яғни 30-дан кіші сандардың барлығы осы теңсіздіктің мәні бола алады. Ары қарай екіншісін қарастырайық. X белгісізі 20-дан артық және 48-ден кіші. Енді осын біз сан сәулесінен көрсек. 20-дан артық, яғни 20-дан артық сандардың барлығы осы және 48-ден кіші. Яғни мысалы 48 шамамен осы жер. 48-ден кіші деген осы сандардың барлығы кіреді. Нөмірі 3 мысал: қос теңсіздік түрінде жаз. Қос теңсіздіктер шешімдер жиынын сан сәулесіне белгіле. Шешімдер жиынын фигуралы жақшаның көмегімен жаз. Т белгісізі 5-тен артық және 10-нан кем. Бірінші жазылған. Т белгісізі 5-тен артық және 10-нан кем. Осындай қос теңсіздік шығады. Енді оны сан сәулесінде белгілеуіміз керек. Т белгісі 5-тен артық. Яғни 5-тен артық барлық сандар кіреді. Мысалы 5-ті белгілеп аламыз. 5-тен артық сандардың барлығы мәні бола алады. Келесі 10-нан кем дейді. Бірақ 10-нан кем. 10-ды белгілеймізде 10-нан кіші сандардың барлығын жазамыз. Енді бізге не істеу керек? Шешімдер жиынын фигуралы жақшаның көмегімен жазу керек. Шешімдер жиыны дегеніміз біз есімізде. Мына қиылысқан, яғни мына екеуі қиылысқан, қиылысуында орналасқан сандардың барлығы осы жиынға кіреді. Яғни осы сандар. Қалай болады сонда? 6, 7, 8, 9. Бұл сандардың барлығы 5-тен артық, бірақ 10-нан кем. К белгісі 6-дан артық, 6-дан артық, бірақ 17-ден кем. 17-ден кем. Енді сан сәулесін сызайық. 6-дан артық. Бізде 5-тен мысалға үлкен, бұл жер 6 дейік. Белгілеп алайық. Енді 6-дан артық сандардың барлығы К-ның мәні бола алады. Екінші мәні бізде қандай? 17-ден кем. 17 шамамен бізде мына жерде орналасқан. Шамамен осы жерде орналасқан. 17. Яғни 17-ден кем. Яғни 17-ге дейінгі сандардың барлығы К-ның мәні бола алады. Енді бізге шешімдер жиын жазу керек. Қалай жазамыз деп едік? Мына 6 мен 17-ның аралығында қиылысқан мәндердің барлығы. Сонда қалай болады? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 және 16. Олардың барлығы 6-дан артық, бірақ 17-ден кем.
Нөмірі 6 мысал, сызбаны дәптеріңе сыз және оны толықтыр. Есеп бойынша теңдеу құр. Бірінші есепті мұқият оқы. Профессор үйінен шығып, растханаға бет алды. Міне біздің бағыт көрсетіліп тұр. Ол 90 метр минут жылдамдықпен 8 минут жүрді. Яғни оның жылдамдығы 90 метр минут және уақыты 8 минут. Растханаға бірнеше метр қалғанда ол әріптесін кездестірді. Яғни мына жерде ол әріптесін кездестірді. Егер үйінен растханаға дейінгі ара қашықтық 1000 метр болса, яғни міне үйінен растханаға дейін ара қашықтығы 1000 метр болатын болса дейді, профессор әріптесімен растханадан қанша метр қашықтықта кездестірген. Яғни мына жер неше метр екенін табу керек. Яғни растханаға дейін қанша метр қалды. Енді бізде не белгілі? Жылдамдық белгілі, уақыт белгілі. Яғни үйінен әріптесін кездестіргенге дейін уақыты мен жылдамдығы бізге белгілі болып тұр. Демек біз мына жердегі қашықтықты таба аламыз. В көбейтілген Т деп аламыз. Енді мына ара қашықтықты табу үшін біз мына жалпы қашықтықтан жаңағы мына қашықтықты азайтамыз. Енді егер бір өрнек түрінде жазатын болсақ, ол мынандай болады. Осыны теңдеу арқылы табуымыз керек. Енді теңдеу арқылы табу үшін біз мына белгісіз жерімізді, қалған жерімізді x деп аламыз. Енді мына ара қашықтық ол бізде v көбейтілген t. Енді бізде жалпы ара қашықтық белгілі. Мына ара қашықтықты табу үшін біз жалпы ара қашықтығынан мына v мен t-ның көбейтіндісін азайтамыз. Енді теңдеуімізді қалай құрамыз? Теңдеуіміз былай болсын. Мысалы, егер де енді мына әріптесімен растханаға дейінгі ара қашықтықты алып тастасақ, демек мынау шығады деген сөз. Ендеше мынандай құруға болады. S алынған x тең болады v көбейтілген t деген құрастырсақ болады. Егер де сандар түрінде алатын болса, бізде S 1000 алынған x тең болады тең болады 90 көбейтілген 8. Бұл бізде күрделі теңдеу. Мына теңдеуіміздің оң жағын орындайық. Яғни 1000 алынған x 90 мен 8-дің көбейтіндісі 720. Енді x табамыз. X тең болады 280. Енді x-дің орнына қоямыз. 1000 алынған 280 тең болады 90 мен 8-дің көбейтіндісі. Демек барлығы дұрыс орындалған. Демек мына растханаға дейін 280 метр. Нөмірі 8 мысал, есепті Эйлер дөңгелегінің көмегімен шығар. Ауладағы 29 ұлдың тек екеуі ғана спортпен айналыспайды. Ал қалғандары футбол немесе теннис үйірмелеріне, кейбірі екеуіне де қатысады. Футболмен 17 ұл, ал тенниспен 19 ұл айналысады. Неше футболшы теннис ойнайды, неше теннисші футбол ойнайды. Жаңағы бұл Эйлер дөңгелегі, біреуі мысалы футбол, біреу теннис болсын. Аулада 29 ұлдың екеуі ғана спортпен айналыспайды. Яғни 29-дан 2-ні алып тастаймыз. Сонда 27 бала футболмен теннисқа қатысады екен. Футболмен 17, тенниспен 19 дейді. Яғни 17-ге 19-ды қосып алайық. Сонда қанша болады? 36. Енді 36-дан 27-ні алып тастаймыз. Сонда қанша ұл балалар футболға да және теннисқа да қатысатын табамыз. Сонда 9 шығады. Яғни мына ортасына қиылысуына бұл футболда және тенниста 9 бала қатысады. Енді бізге не айтты? Басында 17 бала футболмен. Яғни қызылдың ішінде 17 бол керек. 17-тен 9-ды алсақ 8 болады. Бұл жерде 19 ұл деген демек 19-дан 9 алсақ 10 болады. Яғни жасыл түстің ішінде 19 болу керек. 19 дұрыс. Сонда осылай шығады.